Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай. Бүгінгі видеода 9 сынып алгебра пәнінің 2-ші тоқсандағы тізбектер тақырыбы бойынша БЖВ-ның 3-ші нұсқа есептерін ұсынамын. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. 3-ші нұсқада келесідей 5 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмаға келетін болсақ, келесідей тізбек берілген. Екі түрлі тапсырма бар. А нұсқасында берілген тізбектің формуласын жазыңыз делінген, ал Б нұсқасында БН геометриялық прогрессиясының алғашқы мүшесін біле отырып, оның келесі екі мүшесін табыңдар делінген. Енді бірінші мына тізбекке қарайық. Бірінші мүшесі -1, одан кейінгі мүше 4-тен 1, одан кейінгі мүше -9-дан 1, одан кейінгісі 16-дан 1 екен. Енді 4-тен 1 дегеніміз ол 2-ден 1-дің квадраты, 2 дәрежесі. 9-дан 1 дегеніміз, мына минусты сыртына қоямын, 9-дан 1 деген 3-тен 1-дің квадраты. Келесі 16-дан 1 дегеніміз ол 4-тен 1-дің квадраты. Ал мына -1 дегенді -1-ден 1-дің квадраты деп алсақ болады. Яғни -1 дегеніміз ол бірінші мүше B1, 4-тен 1 дегеніміз B2, -9-дан 1 дегеніміз B3, және 16-дан 1 дегеніміз ол B4 болады. Енді осы жерде қараңыздар. Бірінші мүше бөлімінде 1 тұр. Екінші мүшенің бөлімінде 2 тұр. Үшінші мүшенің бөлімінде 3 тұр. Төртінші мүшенің бөлімінде 4 тұр деген сияқты. Яғни, мына жерде бөлшектің бөлімінде бізде реттік номерлер тұр. Яғни, біздің алатын формуламыз 1/n деген мүшесі бар. Бірінші мүшеде теріс таңба бар, екіншісінде жоқ, үшіншісінде теріс таңба бар, төртіншісінде жоқ, яғни кезектесіп теріс таңба келіп тұр деген сөз. Ал теріс таңба қай кезде болады? Теріс таңба егерде минус теріс санның тақ дәрежесі болса, сол кезде ол теріс сан болады. Сонымен, мына жерге жазамыз -1-дің n дәрежесі деп жазатын болсам, мысалы үшін 1 дәрежеде ол теріс таңба болып шығады, яғни шыққан санымыз минус болады. Екінші дәрежеде ол оң болып кетеді, екінші санымыз да оң болады. Сонда біздің формуламыз 1 бөлінген n-нің квадраты болады. Яғни bn ол -1-дің квадраты көбейтілген 1 бөлу n-нің квадраты болады екен. Бұл А нұсқасы болды. Енді Б нұсқасын қарастырайық. Б нұсқасында геометриялық прогрессияның алғашқы мүшесін біле отырып, оның келесі екі мүшесін табыңдар деген. Яғни B1 белгілі болса, B1 ол -1. Енді бізге B2 мен B3-ті табу керек. Ол үшін бізге Q керек. Ал Q-ді табу үшін, мына жерде B2 4-тен 1, осы 4-тен 1-ді бөлеміз B1-ге, ол -1. Мынау бөлшек сызығы кәдімгі бөлу деп түсінетін болсақ, онда 4-тен 1-ді бөлуіміз керек, -1-ге деп жазсақ та болады. Санды 1-ге бөлсек, сол санның өзі қалады. Мына жерде -1 болғандықтан таңбасы минус болады. -4-тен 1 болады. Енді осыдан B2-ні табатын болсақ, B2 ол B1-ді көбейтеміз Q. B1-дің мәні -1, оны көбейтеміз Q -4-тен 1-ге. Минус пен минус 2 көбейтілгенде плюс болады да, бұл жерде B2 4-тен 1 шығады. Ал B3-ті табу үшін B1-ді көбейтеміз Q-дің квадратына. B1 дегеніміз -1, оны көбейтеміз -4-тен 1-дің 2 дәрежесіне. Теріс санның 2 дәрежесі оң сан болады. Мына -1 қала береді. -1 көбейту -4-тен 1-дің квадраты ол 16-дан 1 болады. Және ол -1-ге көбейтілген кезде -16-дан 1 болады екен. n-ші мүшесінің формуласымен берілген cn тең n квадрат қосу 2n азайту 3 тізбек өспелі ма дәлелдеңіз дейді. Яғни бізге тізбектің формуласы берілген, және ол тізбектің өспелі не өспелі емес екендігін дәлелдеуіміз керек. Сонымен қарайық. Тізбегіміз с-мен берілген. Сол себепті s1, s2, s3 деген тізбек деп аламыз. Енді бұл тізбек өспелі болу үшін, егерде мына екі санды алатын болсақ, осы санның ішінде соңғы тұрған санынан оның алдында тұрған санды азайтсақ, оң сан шығу керек. Мысал үшін қарайық.
Егер де біздің тізбегіміз мынандай 3, 5, 7, 9 деп кете беретін болса, екінші тұрған саннан бірінші тұрған санды азайтсақ, әрқашан оң сан шығады. Солай ғой. Дәл сол сияқты, мына жерде де біз екінші тұрған саннан тізбектегі бірінші тұрған санды азайтсақ, оң сан шығатын болса, онда ол тізбегіміз өспелі деген сөз. Мына n-нан кейінгі тұратын сан, ол n плюс 1 болады. Оны мына формулаға салатын болсақ, міне n плюс 1, n-нің орында тұр. Олай болса, мына жердегі n-нің бәріне n плюс 1 қойып шығамыз. n плюс 1-дің квадраты қосу 2 жақшаның ішінде n плюс 1 азайту 3 болады. Енді осы өрнекті бірінші ықшамдап алайық. n плюс 1-дің квадратын қысқаша көбейту формуласы арқылы ашатын болсақ, n квадрат қосу 2 n қосу 1, және мына жақшаны ашатын болсақ, 2n қосу 2 және азайту 3 болады. Енді ықшамдалатын өрнектерді ықшамдайық. Ол n квадрат, мына 2n мен 2n қосылып 4n болады. Және бос мүшелерді қосатын болсақ, 1 қосу 2 ол 3 болады. Одан 3-ті азайтсақ 0 болады. Яғни ештеңе жазбаймыз. Енді осы мына sn-нен кейінгі тұрған мүше, ол sn қосу 1 дедік. Осыдан шыққан өрнектен алып тастаймыз sn-нің өрнегін. Яғни былай міне sn қосу 1-ден азайтуымыз керек sn-ді. Өйткені мынау екінші тұрған мүше, ал мынау бірінші тұрған мүше. Бағана біз айтқанбыз, иә. Осы екеуін бір-бірінен азайтқан кезде 0-ден үлкен сан шықса, онда мына формуламен берілген тізбек өспелі болады. Енді sn қосу 1-ден шыққан өрнек, ол n квадрат қосу 4n, одан азайтамыз sn-ді. sn-нің формуласы, жақшаның ішіне жазайын, n квадрат қосу 2n азайту 3. Осы 0-ден үлкен болу керек. Енді жақшаны ашатын болсақ, n квадрат қосу 4n азайту n квадрат азайту 2n қосу 3 болады. Осы үлкен 0-ден деп аламыз. n квадрат пен n квадраттар жойылып кетеді. 4n-нен 2n-ді азайтсақ, 2n қосу 3 0-ден үлкен. Яғни қараңыздар, бізде реттік саны 1-ден басталады. n бізде әрқашан оң сан. Өйткені бірінші мүше, екінші мүше, үшінші мүше деп натурал сандарымыздың барлығы оң сан. n-нің орнына, яғни қандай санды қойсақ та, 2n қосу 3 деген ол 0-ден үлкен сан шығады екен. Сол себепті жауабы деп жазамыз. Беріліп тұрған формула бойынша тізбек ол өспелі. Келесі үшінші есеп. Мына есепте сәл ғана кішкене қателіктер бар. Қазір мен сіздерге дұрыстап оқимын. Альпинистер бірінші күні 1400 метр биіктікке көтерілді. Содан кейін әрбір келесі күні алдыңғы күнмен салыстырғанда 100 метр биіктікке, мына жерде кем болу керек. 100 метр биіктікке кем көтерілді. Олар қанша күн бойы 5000 метр биіктігін бағындырды дейді. Бірінші күні 1400 метр биіктікке шыққан екен. Ал одан кейінгі әрбір келесі күні дейді, яғни an қосу 1 деп аламыз. an азайту 100 метр, яғни күнделікті көтерілгеннен 100 метрге аз көтеріледі екен. Барлық көтерілу керек биіктік ол 5000 метр. Сонда an-ның формуласын жазатын болсақ, an ол a1-ге қосамыз n-1-ді және оны көбейтеміз d-ға. d бұл жерде -100-ге тең, өйткені күнделікті 100 метрге кем деп отыр. Неше күнде көтерілетіндігін табуымыз керек. Барлық көтерілетін күнді an күн деп алатын болсақ, осы an ол 0-ден үлкен болу керек. Өйткені күндердің саны бізде 0-ден кіші бола алмайды, иә? Енді осы an-ді 0-ден үлкен деп алатын болсақ, онда максимум неше күн жүре алатынын есептейміз. Енді an-ның формуласындағы бізге белгілі мәліметтерді қояйық. a1 дегеніміз ол 1400 қосу n белгісіз неше күн екені, сондықтан жазамыз n-1 көбейту алды -100-ге тең, -100. Осыны 0-ден үлкен деп аламыз. Өйткені көтерілетін күндердің саны теріс бола алмайды, сол себепті 0-ден үлкен дейміз. Енді мына өрнекті ықшамдайық. 1400 -100-ді n-ге көбейтсек -100n болады. -100-ді -1-ге көбейтсек +100 болады. Және ол үлкен 0-ден.
Енді мына минус 100 n-ді алдында таңбасы минус болғандықтан мына оң жаққа қарай өткіземіз. Оң жаққа қарай өткіземіз деп ойлаймыз да, міне 100 n деп жазамын. Ал мына таңба осы оң жаққа кіші болып қарап тұрды, яғни былайынан ауыстырамын оны. 1400-ге 100-ді қоссақ 1500. Сонда n кіші 1500-ді 100-ге бөлсек 15 болады. Яғни n күндердің саны 15-тен артық болмау керек екен. Енді арифметикалық прогрессиядағы мүшелердің санын есептейтін формуланы пайдаланатын болсақ, Sn ол 2a1 қосу жақшаның ішінде n-1 көбейтілген d бөлу 2 және көбейту n. Осы формулаға бізге белгілі мәліметтерді қоямыз. Sn дегеніміз ол бізде 5000 метр. Бірінші мына 2-ден бастайын. 2 көбейту a1 дегеніміз 1400 қосу n әлі бізде белгісіз, сондықтан n-1 дейміз. d дегеніміз минус 100 бөлу 2 көбейту n және осының барлығы 5000 метрді береді. Мына 2-ні былай қарай өткізсек 5000-ға көбейтіледі, сонда мына жерде 2-ні 1400-ге көбейтсек 2800, минус 100-ді n-ға көбейтсек минус 100n, минус 100-ді минус 1-ге көбейтсек плюс 100 болады. Және мына жерде көбейту n бар, мынаның барлығын жақшаға алып көбейтеміз n-ге, ал мына 2 5000-ға қарай көбейтіліп барады. 5000-ді 2-ге көбейтсек 10.000 болады. Енді мына жақшаны ашайық. 2800 бен 100-ді қоссақ 2900 болады, және оны жақшаның сыртындағы n-ге көбейтсек 2900n минус 100n квадрат. Және мына 10.000-ды теңдіктің сол жағына өткізіп алатын болсақ, минус 10.000 болады. Осының барлығы 0-ге тең. Дәрежесі үлкеннен бастап жазатын болсақ, минус 100n квадрат қосу 2900n азайту 10.000 тең 0. Барлығын минус 100-ге бөліп жібереміз. Бөлу минус 100 деп жазайын. Минус 100-ді минус 100-ге бөлсек n квадрат болады. 2900n-ді минус 100-ге бөлсек минус 29n болады. Және минус 10.000-ді минус 100-ге бөлсек плюс 100 болады. Тең 0. Енді осы теңдеуді шешетін болсақ, бірінші жауап n1 25-ке тең болады, ал екінші жауап 4-ке тең болады. Және бізде бағана есептеген n-нің мөлшері бар. n 15-тен кіші болу керек, 15-тен артық болмау керек. Сол себепті мына 25 деген жауапты ала алмаймыз, 4 деген жауапты аламыз. Енді қараңыздар, былай істейік. A1 бізде 1400 биіктік болып еді, бірінші күні. Сонда бізде барлығы A4 болып тұр ғой. A3 бар, A4 бар. Міне мына 4 дегеніміз n-нің жауаптары. Сонда бірінші күні 1400 биіктікте тұрды. Екінші күні 1300 биіктікке көтерілді, өйткені бірінші күнге салыстырып қарағанда 100 метр кем деп айтқанбыз. Үшінші күні 1200 метр биіктікке көтерілді, және төртінші күні 1100 метр биіктікке көтеріледі. Осы төртеуінің барлығын қосатын болсақ, 5000 метр биіктік шығып тұр. Сонда есептің жауабы 4 күн болады екен. Келесі төртінші есеп, тік бұрышты параллелепипедтің ұзындығы, ені және биіктігі геометриялық прогрессияны құрайды. Параллелепипедтің көлемі 216 метр кубке тең, ал оның барлық қабырғаларының ұзындығы 104 метрге тең. Параллелепипедтің өлшемін табыңыз дейді. Яғни міне тікбұрышты параллелепипедтің ұзындығы бар, оны А деп алайық. Ені бар, оны Б деп алайық, және биіктігі бар, ол С қабырғасы болады. Яғни үш өлшемі бар. Осылар геометриялық прогрессияны құрайды екен. Геометриялық прогрессияны құрайды деген сөз, яғни А дегеніміз ол Б бірінші мүше, Б екінші мүше ол В қабырғасы, және үшінші мүше ол С қабырғасы. Және мына бірінші мүше ол А болып қала береді. Екінші мүшені табу үшін, яғни мына Б-ны табу үшін А-ны көбейтуіміз керек. Еселікті X деп алатын болсақ, X деген еселікке көбейтуіміз керек. Ал С-ны табу үшін А-ны көбейтуіміз керек X-тің квадратына.
Өйткені еселік бізде x болып тұр. Немесе мына жерге былай түсіндірейін. Мынау бізде b бірінші мүше, a дегеніміз. b екінші мүше дегеніміз, b бірінші мүшені q-ға көбейтетін едік қой формула бойынша. Мына жерде міне q-дің орнына біз x-ті алып отырмыз. b 3-ті табу үшін b 1-ді q-дің квадратына көбейтетін едік. Сол себепті x квадратқа көбейтіп алып отырмыз. Енді қарайық. Осы параллелепипедтің көлемі дейді. Көлем деген v әрпімен жазылады, және ол көлемді табу үшін a-ны b-ға және оны s-ға көбейтетін едік. Енді осы өлшемдерді жазайық. a қабырға сол қалпы қалады, ал b дегеніміз ол a көбейту x, ал s дегеніміз a көбейту x квадрат. Сонда мінекей a 3 рет жазылған, яғни a-ның кубы болады, көбейтілген x-тің кубы болады. Және олар 216 метр кубке тең екен. Ал оның барлық қабырғаларының ұзындығы 104 метрге тең дейді. Параллелепипедтің периметрі 4 еселенген a қосу b қосу s болып табылады. Және осылардың мәндерін қоятын болсақ, ол 4 еселенген a қосу b дегеніміз ax, s дегеніміз ax квадрат. Және ол 104-ке тең. Сонда мынандай теңдеулер жүйесін жазып алсақ болады. a куб көбейту x куб ол тең 216-ға, мынаны алдық. Және қабырғаларының қосындысы 4a қосу ax қосу ax-тің квадраты ол 104-ке тең деген теңдеулер жүйесін аламыз. Енді осы жерден ax-ті табуға болады. ax дегеніміз 6-ға тең. Өйткені міне a куб x куб 216 деп тұр. 216 дегеніміз ол 6-ның кубы. Және мына жерде жақшаның ішіндегі a қосу ax қосу ax квадраты табатын болсақ, 104-ті 4-ке бөлеміз. 104-ті 4-ке бөлсек 26-ға тең. Енді бірінші теңдеуден x табатын болсақ, ол 6 бөлу a-ға тең. Енді осы x-тің мәнін мына екінші теңдеуге кеп қоямыз. Яғни a қосу a көбейту x-тің орнына 6 бөлу a-ны қоямыз. Қосу a көбейту x-тің орнына қайтадан 6 бөлу a-ны қоямыз да, оның квадраты болады. Және ол тең 26-ға. Енді осы теңдеуді шешіп a-ны тауып алайық. Мына жерде a мен a қысқарады. Мына жаққа жазайын. a қосу 6 қосу a көбейту 6-ның квадраты 36 бөлу a квадрат тең 26-ға. Мына жерде a мен мына a квадраттың бір асы қысқарады. Және мына бөлшектегі a-дан құтылу үшін теңдеуді толықтай a-ға көбейтіп жібереміз. a-ны a-ға көбейтсек a квадрат қосу 6-ны a-ға көбейтсек 6a, 36 бөлу a-ны a-ға көбейтсек a мен a қысқарып кетеді, 36 қалады, тең 26-ны a-ға көбейтсек 26a болады. Енді 26a-ны теңдіктің сол жағына қарай өткіземіз. Сол кезде a квадрат ол минус болып келеді, мына плюс 6 мен минус 20a қосу 36 тең 0 болады. Сонда a1 18-ге тең, a2 2-ге тең болады. a 18-ге тең болса, онда x 6 бөлу a еді ғой, 6 бөлу 18 болады да 3-тен 1-ге тең болады. Егер x 3-тен 1 болатын болса, мына бірінші жағдай деп қояйық. Онда b тең a көбейту x еді ғой. 18-ді көбейтеміз 3-тен 1-ге. Яғни 6-ға тең болады. Және s ол 18-ді көбейтеміз 3-тен 1-дің квадратына. 18 көбейту 3-тен 1-дің квадраты дегеніміз 9-дан 1 болады. 18 бен 9 қысқарады, мұнда 1 қалады, мұнда 2 қалады, сонда 2 шығады. Сонда бірінші жауапта міне a тең 18, b тең 6 және s тең 2 болады екен. Енді мына жерге екінші жауапты қарастырайық. Екінші жауап бұл a тең 2-ге болғанда. Егер a 2-ге тең болатын болса, онда x тең ол 6 бөлу 2 болады. Сонда x 3-ке тең болады екен. X 3-ке тең болатын болса, b тең
аны x-ке көбейтуіміз керек. А 2-ге тең, x 3-ге тең, сонда ол 6-ға тең болады. Және с-ны табу үшін аны, яғни 2-ні көбейтеміз x-тің квадратына. X деген 3-ке тең, яғни 3-тің квадратына. 3-тің квадраты 9, 9 2-ге көбейтсек 18 болады екен. Яғни бұл жердегі жауабымыз 2, 6, 18. Ал бірінші жауапта 18, 6, 12 деген қабырғалар екен. Келесі 5-ші есеп. bn тең минус 4-тің n плюс 2 берілген тізбек шексіз кемімелі прогрессияның тізбегі бола ма дейді. Бірінші сұраққа жауап алайық, одан кейін екінші сұраққа жауап береміз. Шексіз кемімелі прогрессия болу үшін бірінші тұрған мүше ол екінші тұрған мүшеден үлкен болу керек. Немесе керісінше екінші мүше кіші болу керек. Яғни барған сайын сан кішірейе беру керек. Осы жерден b1-ді табатын болсақ, ол минус 4-тің 1 қосу 2 дәрежесі. Міне n-нің орнына 1-ді қойып тұрмыз. Сонда ол минус 4-тің 3 дәрежесі. Теріс санның тақ дәрежесі теріс санды береді. Сондықтан минусты қоямыз. Және 2-нің 3 дәрежесі ол 64. Ал b2-ні табатын болсақ, ол минус 4-тің 2 қосу 2 дәрежесі минус 4-тің 4 дәрежесі болады. Теріс санның жұп дәрежесі ол оң санды береді, сондықтан ешқандай таңба қоймаймыз. Ал 4-тің 4 дәрежесі 256. Сонда міне қарап отырсақ, бізде бірінші мүше екіншіден үлкен болу керек еді. Ал бізде бірінші мүше минус 64, екінші мүше 256. Яғни минус 64 керісінше кіші болып тұр 256-дан. Сондықтан жауабы кемімелі прогрессия бола алмайды. Бола алмайды. Келесі, бұл бізде А нұсқасындағы есеп, енді Б-сы. Шексіз периодты ондық бөлшекті, яғни 0 бүтін периодтың ішінде 12 жай бөлшек түрінде көрсетіңдер делінген. Ол үшін былай жазамыз, 0 бүтін периодта 12 ол тең. Жай бөлшек түрінде жазатын болғандықтан бөлшек сызығын сызып қоямыз. Алымына мына тұрған сандарды үтірсіз жақшасыз жазамыз. Сан 0-ден басталмайтын болғандықтан тек 12 деп қана жазамыз. Азайту үтір мен жақшаның арасында тұрған санды азайтуымыз керек. Ал бұл жерде сан жоқ, яғни 0 дейміз. Енді бөлшектің бөліміне жақшаның ішінде неше сан тұрса, сонша 9 қоямыз. Және жақша мен үтірдің арасында неше сан тұрса, сонша 0 қойымыз керек. Ол жерде ешқандай сан болмағандықтан біз 0 қоймаймыз. Яғни 12-ден 0-ді азайтсақ 12 бөлу 99. 99-дан 12 деген жай бөлшек шығады екен. Және бұл бөлшектегі сандар 3-ке қысқарады. 12-ні 3-ке бөлсек 4, 99 3-ке бөлсек 33. Сонда есебіміздің жауабы 33-тен 4 деген сан болады екен. Енді бұны тексеру үшін 4-ті бағандап 33-ке бөліп көреміз. 4 33-ке жетпейді, сондықтан 0 бүтін дейміз. Мына жерге 0 түсіреміз. 40-тың ішінде 33 бір рет. 33 азайтамыз. 40-тан 33-ті азайтсақ 7, 0 береміз. 70-тің ішінде 33 2 реттен келеді. 2-ні 33-ке көбейтсек 66, азайтсақ 4, қайтадан 0 береміз. Яғни осылайынан 12, 12 деп шексіз кете береді екен. Яғни бұл санды біз 0 бүтін периодта 12 деп жазамыз. Балалар, осымен бүгінгі қарастырылатын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығарылу жолы түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.